бірінші настройкаға кіріп Каспий доставка деген таңдаймыз. Бұл жерде көбіне бұл доставканы Қазақстанның, мысалға сіз Шымкент қаласында болсаңыз, Ақтау, Атырау қалаларға сату үшін қолданылады. Бұл жерде сіз Каспий доставканың килограмм үшін сіз өзіңіз төлейсіз. Каспий жеткізіп береді, сыртқы упаковкасын барлығын шартына сай алып барып бересіз. Сол затты сіздің төлегеніңізге қарай авиамен, автомен жеткізіп береді. Каспий доставканы қосу үшін подключиться дегенді басамыз. Деген батырманы басқан соң, бұл жерде бізде мысалға қала шықты, қандай қала, телефон номер, аты жөніңіз шығады. Телефон мысалға міне Ақтөбе деп таңдадым. Складная передача дейді, менде 300 склад болғандықтан 300 складтың біреуін таңдадым. Немесе самопривоз деп Каспийдің складына өздеріңіз алып келіп берсеңіздер, Каспий өзі сіздерге жеткізіп береді. Каспий доставканы қосу өте оңай. Подключение дегенді басып, барлық шарттарымен танысып шықсаңыздар болады. Номер телефонына көрсетілгенде 7-ден бастап жазамыз.